Қайырлы күн YouTube арнамның көрермендері, бүгін сіздермен жұмсақ әрі үлпілдек нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, жанында қоңырауша белгісін баса кетіңіз. Қажетті қоспаларды описание бөлімінен оқи аласыздар. Алдымен ұнымыздың үстіне біраз қасық қант, 1 шай қасық тұз, 5 грамм аштығымызды салып араластырамыз. Үстіне бөлме температурасында жылы суды аз-аздан құя отырып, қолымызбен жабысқақтау қамыр илейміз. Міне қамыр осындай жабысқақтау болып шығу қажет. Егер де жабысқақтау болмай жатса, онда үстіне тағы да су қосып илесеңіз болады. Жылы жерге бетін жауып 1 сағатқа тындырамыз. 1 сағат өткен соң қамырдың бетін ашып, тағы да қолымызбен басып аламыз. Міне осылай қамырдың бойындағы газын шығару үшін үстінен басыңқырап, тағы да бетін пищевой пленкамен жауып, бөлме температурасында 1 сағатқа тындырып қоямыз. Bir сағат өткен соң қалыпты пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Содан соң қолымызды майлап, қамырды 2 бөлікке бөліп, қолымызбен қамырды баспаймыз. Қамырды сәл айналдырып, шар тәріздес етіп дайындап аламыз. Немесе қалауыңыз бойынша сопақша етіп дайындасаңыз да болады. Мінекей қамырдың бірінші бөлігін дайындап алдым. Екінші бөлігінде дәл осылай дайындаймыз. Қамыр әлі де жабысқақ болып тұр. Онда тұрған ештеңе жоқ. Солай болғаны да жақсы. Қамырды толық даярлап алған соң бетін жауып 30 минутқа тындырып қоямыз. Міне қамыр өте күшті ісініп шықты. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіреміз. Міне өте дәмді әрі жып-жұмсақ үлпілдек нанымыз да дайын болды. Сіздер де міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Каналымда басқа да таба нан, неше түрлі булочкалардың рецептілерін таба аласыздар. Видеоның соңына дейін көріп шыққандарыңыз үшін көп-көп рахмет.